шоколадный туфелька жасалып жатыр. Менде мынандай шоколад 2,5 килограмм. Шақтап кесеге салып қойдым. Менде мынандай формасы. Мынандай қараңыздар. Енді қазір шоколадты ерітемін. Енді шоколадымызды микроволновкаға салып 3 минутқа қоям. 3 минут болғанда әрбір 30 секунд сайын шығарып отыруымыз керек. Ертіп алдық. Енді ақырын шоколадты өстіп, туфлиміздің жан-жағын бәрін айландырып, шоколад барлық жеріне жағылғанша өстіп жүргізіп өтеміз міне. Артық шоколадын ағызып тастаймыз. Он минутқа қазір морозилькаға салып 10 минут ұстаймын. Міне қатты. Енді екінші рет қайтадан құямыз. Бұда морозилькаға 10 минутқа қоямыз. Сосын үшінші слой жағамыз. Сонымен туфлиміз дайын болады. Екінші рет құйдым шоколадты. Енді морозилькаға тағы 10 минутқа қоям. Міне морозилькадан шығардым. Енді үшінші рет құйғалы жатырмын. Морозилькадан шығардым. Қандай туфли болды. Енді міне қазір мына туфлиімізді әдемілеп сәндеймін. Бұл туфлиді Айзада деген тәтемізге жасап жатырмын. Ол кісі өте әдемі кісі. Көк моншақтармен шет жағын өрнектеймін. Көк мынандай кішкентай. Моншақтардың бәрі жеуге болады, конфеттер. Мен пышақтың ұшын ысытып алдым.